Күйеуіңе қалай позитивті эмоция беріп үйренуге болады? Табиғатымнан эмоцияға жоқпын. Ұялшақтығым бар. Мысалы, кішкентай қыздар сияқты қуанып рахмет айта алмаймын көбіне. Құрғақ рахмет болатын сияқты. Біз енді сөйтіп ақтала беретін сияқтымыз. Менің қолымнан келмей, табиғатым сондай, жақсы көрем деп айта алмайым, қуана алмайым, немесе қуансам да оны көрсете алмайым деген сияқты. Бұл жігітте де бар біздің проблема, қазақтың жігіттерінде де бар, қыздарында да бар. Бұл нәрсемен өзімізді ақтайтын сияқтымыз. Бұдан ұтылатын тек өзіміз деп ойлаймын. Сіз эмоцияңызды көрсете алмасаңыз, оған білдірте алмасаңыз, жігіт қараңыз, жігіттердің табиғаты мынадай да, біз қуандырғанды жақсы көреміз. Әйелде, мысалы, жұбайымызды қуандырған жақсы көреміз. Балаларымызды қуандырған жақсы көреміз. Олар қуанған сайын, олар ризалығын білдірген сайын, одан сайын қуандыра бергіміз келеді. Бірақ, мысалы, қуандырам деп бір жағдай істеген кезде, ана жақтан бір ответный реакция дейміз ғой, бір жауапты болмағаннан кейін, немесе бір ойдағыдай кері байланысты алмағаннан кейін, адам ғой енді, ол да пенде, ер адам, ол да жаңағыдай жарайды деген сияқты. Мысалға кеше алғыс күні болды, сізге мысалға алғыс күні алғыс айтты да күйеуіңіз бір гүл сыйлады. Рахмет дедіңіз, қоя салдыңыз суға, жаңағы гүлді, раушан гүлін бе басқа гүлді әкелді, вазаға қоя салдыңыз. Болды, ешқандай эмоция жоқ, ешқандай бір керемет, бір ризалық, ой деп құшақтап, рахмет сізге, ой осындай қатты не болсын, шын мәнінде шығарыңыз, құшақтаңыз, ерекше астын сыздыңыз, бүгін тағы да соған қатысты таңертең шай ішіп отқанда көңіл күйіңізді айтыңыз. Ана сыйлықты айтқан сайын жігіттер тағы да сыйлық әпергісі келіп тұра береді. Мысалға дейік, мысалы біраз әйелдер шағымданады, менің күйеуім сыйлық әпермейді, себепсіз сыйлық алмайды, біріншіден. Екіншіден, бір нәрсе керек па, оны сұрап аласың, оны жалынып жүресің деген сияқты. Неге? Өйткені 10-15 мыңның затын алып береді сізге. Енді жағдай әркімнің жағдайына қарай деймін да. Жақсы деп алып аласыз, рахмет деп қоя саласыз. Оны киген сайын айтып отырса, білесіз бе, ана жолы салып беріп едіңіз ғой, ой керемет, әлі киіп жүрмін, керемет, сіз де осы деген сияқты бір рахметіңізді айтып оған есіне түсіріп тұратын болсаң, жиі ол көбірек сізге жаңағыдай қуандыра бергісі келеді. Жақсы? Одан сайын жаңа қуандыруды. Егер мысалға дейік, үйге мен бір пакет алып барам дейік, ер адам ретінде, дүкеннен андайымдай сатып алып, содан кейін осы жақсы болды деп қоя салады, ешқандай бір не жоқ. Өйткені әйелдің түсінігі де мынадай, сонда әркімнің, күйеуімнің міндеті ғой ол. Соны міндеті үшін оған рахмет айтуым керек па деген сияқты. Енді сіз мысалға егер тамақты өзіңіздің міндетіңіз деп түсінсеңіз, тамақ пісіргеннен кейін сізге рахмет айтылса, білмеймін енді кімнің тарапынан болсын, бір қуанып қаласыз ғой, сізге де орысша айтқанда приятно ғой деймін да, күйеуіңіз айтса да, енеңіз айтса да, басқа біреу айтса да, тамағыңыз ішкеннен кейін, ой рахмет қызым, немесе осындай жаным рахмет, әдемі болған екен алтыным, ой дәмді екен, керемет екен, рахмет деп сол жерде мысалы бала-шағаң қызын көр дегендей бір екі жаңағындай бір тілегін айтып жететін болса, төбеңіз көкке жетіп, шаршағыңыз бәрі ұмытылып кетеді. Мысалға деймін да, сол сияқты ер адамда осы нәрсеге ерекше бір әсер етеді екен де ер адамға. Жақсы?